Қайырлы күн, әріптестер. Мен Орал қаласындағы 10-шы жалпы орта білім беретін мектебінің биология пәнінің мұғалімі Жунусова Жайнар Закариевна сіздердің назарларыңызға жаңартылған білім мазмұнына сәйкес биология пәнінен 7-ші сыныпқа өткізілген ішкі мүшелер жұмысының жүйкелік реттелуі тақырыбындағы сабағымды ұсынамын. Сабақтың оқу мақсаты 7.1.7.7 вегетативті жүйке жүйесінің қызметін сипаттау. Оқу мақсатына қол жеткізу үшін сабақ мақсаты анықталды. Барлық оқушылар симпатикалық және парасимпатикалық жүйке жүйелері вегетативті жүйке жүйесінің бөлімдері екенін түсіндіреді. Оқушылардың басым бөлігі симпатикалық және парасимпатикалық жүйке жүйелерінің қызметін ажыратып сипаттайды. Кейбір оқушылар симпатикалық және парасимпатикалық жүйке жүйелерінің бөлімдеріне мысалдар келтіреді. Сабақтың бағалау критерийлері вегетативті жүйке жүйесінің қызметін сипаттайды. Вегетативті жүйке жүйесінің симпатикалық және парасимпатикалық бөлімдерінің құрылысы және қызметін көрсетеді деп берілген. Пән бойынша академиялық тілді меңгеруде тілдік мақсаттар маңызды құрал болып табылатыны белгілі. Сабақта оқушылар биологиялық терминдерді үш тілде меңгеруіне жағдай жасау мақсатында маршруттық карта мазмұнындағы тапсырманың бірінде термин сөздермен жұмыс жүргізілді. Тақырып мазмұнындағы термин сөздер сомалық, вегетативті, автономды, симпатикалық, парасимпатикалық кезеген жүйке жүйесі болды. Сабақта қолданылған стикердегі диалог, ақытны пайдалана отырып ой қозғау, бағалау дескрипторлармен берілген маршруттық карта, Дебононың 6 қалпағы, смайликтер, бас бармақ, блоб ағашы сияқты оқытудың белсенді әдістері мен критериалды бағалау тәсілдері сабақ мақсатына қол жеткізуге мүмкіндік берді. Топтық жұмыстың сыныптағы ынтымақтастық атмосферасын арттырып, оқушылардың сабақ мазмұнын бірлесіп меңгеруіне мүмкіндік беретіні ескеріліп, жаңа тақырыпты меңгеру топтық жұмыс арқылы жүзеге асты. Оқушыларды топқа бөлу үшін жүйке жүйесін құрайтын мүшелердің суреттері таратылды. Сабақтың ішкі мүшелер жұмысының жүйкелік реттелуі тақырыбына қатысты оқушылар алдыңғы білімінің өзектендіру мен сыни ойлауын дамыту мақсатында вегетативті жүйке жүйесінің қызметтері атты оқу видеосын көрсетіліп, ой қозғау әдісімен сұрақ-жауап жүзеге асты. Сабақта көрсетілген оқу видеосы оқушылардың танымдық деңгейлеріне сәйкес жеке ойлауын жетілдіріп, тақырып мазмұны бойынша биологиялық процестердің ерекшеліктерін ұғынуға мүмкіндік берді. Оқушылар бейнеролик мазмұны бойынша велосипед тебу, жүгіру, зілтемір көтеру сияқты дене жаттығулары кезінде адамның жүрек соғысы, тыныс алуы, тердің бөлінуі, бұлшықеттердің жиырылуы, қан айналымындағы өзгерістер оның жүйке жүйесіне байланысты екенін ұғынып, мазмұнды жауап берді. Сұрақ-жауапқа белсенді қатысқан оқушыларды визуалды ынталандыру, сабақтың бағалау критерийіне сәйкес ілгерілеуі үшін смайликтер арқылы мұғалімнің бағалауы мен комментарий жүрді. Сабақтың ортасында жаңа тақырыпты меңгеруде оқушылар ойлан жұптас бөліс әдісімен оқулықтағы мәтінмен жеке танысып, жұпта талдады. Аталған білімдері бойынша аялдамадан тұратын маршруттық картамен топта жұмыстанды. Оқушылар топта маршруттық карта тапсырмасын орындаған соң, әр топ мүшесі бір аялдама бойынша талдау жасады. Топтар маршруттық карта аялдамасының тапсырмаларына сәйкес берілген бағалау дескрипторлары бойынша өзара бағалады. Сабақ соңында оқушылардың аталған білімдерін жинақтап, саралап, сыни тұрғыда ойланып, өмірмен байланыстырып, мысалдар келтіру үшін Дебононың 6 қалпағы қолданылды. Жекелеген оқушылар өз таңдаулары бойынша 6 қалпақты киді. Ақ қалпақ тақырыптың негізгі ұғымдары сомалық және вегетативті, симпатикалық және парасимпатикалық жүйке жүйелерінің орналасуы мен атқаратын қызметі туралы. Сары қалпақ жүйке жүйесінің гигиенасы, адамның іс-әрекеті дұрыс болу үшін жүйке жүйесінің маңызы туралы. Қызыл қалпақ ми бөлімдерінің мүшелері жұмысын реттеп отыруы туралы. Қара қалпақ
ас қорыту, жүрек, қан тамыры, тыныс алу мүшелері ауыратын адамдар ағзасындағы өзгерістер мен оны алдын алу туралы. Жасыл қалпақ рецепторлардан келген ақпарат ішкі мүшелердің жұмысына әртүрлі бағытта әсері туралы. Көк қалпақ барлық қалпақ иелерінің айтқан ойларына қатысты өзіндік пікірін білдіріп, өмірмен байланысты мысалдармен дәлелдеп қорытынды жасады. Бұл жұмыста оқушылар уақытты үнемді пайдалануға және тақырып бойынша алған білімдерін визуалды бейнелеуге мүмкіндік беретін бас бармақ әдісімен өзара бағалады. Оқушыларға алған білімдерін және сабақтағы әсерлері бойынша оқушы үніне назар аудару мақсатында блок ағашы әдісімен кері байланыс жүзеге асты. Оқушылар тақтаға ілінген блок ағашындағы адам бейнелеріне өздерінің есімдерін жазу арқылы тақырыпты меңгеру деңгейлерін белгіледі және өзінің не себепті бағалау ағашының басында, ортасында немесе төменінде тұрғаны туралы ойлануға мүмкіндік алды. Жалпы сабақта қолданылған белсенді әдістер мен қалыптастырушы бағалаудың тәсілдері сабақтың өнімді болуына жағдай жасап, оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыруға мүмкіндік берді.